Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін сіздерге өте жұп-жұмсақ, өте дәмді және де бір жасағаннан шығатын синнабон булочкаларының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз және видеоны өткізбей, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтті құямыз, оның артынан 50 грамм қант қосамыз. Жалпы 100 грамм қосылады. Қазір 50 граммны осында сүтке салып жақсылап араластырамыз, ал 50 граммны жұмыртқамен салатын боламыз. Осылай ерігенше жақсылап араластырып алдық. Енді үстінен 1,5 чайна ложка дрожж саламыз. Сосын үстіні осындай пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 15-20 минут қалып қоямыз. Сосын басқа ыдысқа осы 2 жұмыртқаны саламыз. Сосын үстінен жаңағы қалған 50 грамм қантты қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне 15 минут уақыт өтті. Енді үстіне ерітілген сары май қосамыз. Үстінен жаңағы жұмыртқа мен қантты араластырған массамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Міне барлығын біркелкі етіп араластырып алдым. Енді үстінен аз-аздан ұн салатын боламыз. Аз-аздан ұн салып, осылай бірінші қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Сосын қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Ұнды көп салып жібермейміз. Осылай қолға жабыспайтындай жұмсақ, әдемі қамыр болады. Илеп болған қамырдың бетіні ауа кірмейтіндей етіп пищевой пленкамен жауамыз. Пищевой пленкамен жауып, үстіні жақсылап орап, жылы жерге 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне қамырда көтеріліп дайын болды. Дайын болған қамырды осылай бірінші қолымызбен осылай жаямыз. Сосын осындай оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Қатты қалыңда, қатты жұқада болмай, орташа қалыңдықта жаямыз. Жайып болған қамырдың үстіне бөлме температурасында еріп тұрған осындай сары майды жағып шығатын боламыз. Негізі синнабон булочкаларының оригинал рецепт бойынша арасына корица қосылады. Мен корица қоспадым. Мен мак пен қантты осылай араластырып, арасына сүйіп шықтым. Егер сізге корица ұнаса, корицаны да қолдансаңыз болады. Осылай майды толықтай жағып шыққаннан соң, мак пен қантты араластырып, осылай біркелкі етіп сүйіп шығамыз. Сосын сүйіп болғаннан соң осылай дөңгелетіп орап шығамыз. Міне біркелкі етіп орап алдым. Орап болғаннан соң осылай жіптің көмегімен орташа қалыңдықта, орташа көлемде осылай кесіп шығамыз. Пышақпен емес, осылай жіппен кескен өте ыңғайлы. Қатты жуан да емес, жіңішке емес, орташа етіп кесу керек. Сосын кесіп болғаннан соң осындай листке барлығына орналастырып шығамыз. Арасын қатты жақын емес, алыстау етіп орналастырған дұрыс. Сосын бетін жауып, тағы 15 минутқа алып қоямыз. Енді бетіне жағатын помадкасын дайындайтын боламыз. Бұл жерде творожный сыр 100 грамм, сосын сары май 100 грамм, оның үстінен сахарный пудра салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Егер сахарный пудра болмаса, кәдімгі қант қоссаңыз да болады. Міне осындай масса болды. Қамырларда көтеріліп дайын болды. Дайын болған қамырларды 180 градуста 20-25 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Міне булочкалар да пісіп дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай, енді үстіне ыстық күйінде жаңа дайындап алған помадкасыны осылай біркелкі етіп барлығына жағып шығатын боламыз. Помадкасыны барлығына жағып дастарханға ұсына берсеңіз болады. Сіз де дәл осы әдіспен жасап көріңіз. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Қош, сау болыңыздар.